Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазан тазалаудың ең оңай жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей осындай жылтырап, әп-әдемі болып шығады. Және де химикат заттардың қажеті болмайды. Бізге кез келген кір жуғыш ұнтағы қажет болады. Үлкен ыдысымызға су құйып қайнатып аламыз. Менде шамамен 7 литрдай су. Кір жуғыш ұнтағын осылай 6 қасық салыңыздар. Енді ас содасында қайнап жатқан суымыздың үстіне 6 қасық саламыз. Енді сұйық майымызды да тура 6 қасық құйып аламыз. Одан соң осылай жақсылап араластырып жібереміз. Бір кір сабынның жартысын турап саламыз. Суымыз одан соң міндетті түрде қайнау қажет. Қайнап тұрған суға осылай ыдыстарымызды жайғастырып саламыз. Мына жерде ыдыстарымыз толық батпай жатыр, үстіне қайнаған су құйсаңыз да болады. Мен 15 минуттай қайнаттым, осылай майлары еріп бастады. Мінекей ысқышпен ысқанда оп-оңай кетіп жатыр. Ешқандай күш салмай ыссаңыз да майлары оп-оңай алынып жатыр. Мына жерде қалың боп майлар қатқан, ыссаңыз оп-оңай кетеді. Барлығын осылай тазалап алдым. Осылай тұрған жерінде ғана ысыңыздар. Ол суып қалса, қайтадан майлары қатып қалуы мүмкін. Енді симай қалған ыдыстарымызды осылай қайнап жатқан судың ізіне сала берсеңіздер болады. Мына қазанды да мен 10-15 минут қана қайнаттым. Майы оп-оңай түсіп жатыр. Мінекей небәрі жарты сағатта менің ыдыстарым осындай жылтырап әдемі болып шықты. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Ешқандай химикатсыз, адам денсаулығына зиянсыз оп-оңай тазалап аласыздар. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.